Марат Жыланбаев аштық жариялап отқанына көп болды. Өзінің талаптары орындалмағаннан кейін ернін тігіп отыр. Бұл Марат Жыланбаев өзінің жеке басы үшін қамалып отқан жоқ. Марат Жыланбаев елім жерім деп ақиқатты айтқан үшін, халық үшін, ел үшін, жер үшін қамалып отыр. Ел үшін, жер үшін қамалып отырған Марат Жыланбаевқа бостандық сұрамаған халықты Алла тағала әрбір қазақтан сұрайды. Өйткені мына жерде қаншама белсендіміз қамалып, қаншама белсендіміз сотталып жатыр. Оған талап етуіміз керек. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қоғамда болып жатқан нәрсеге үндемеу, үнсіз шайтан дейді. Сондықтан 5 уақыт намаз оқып жүрсе де, бұны айтпаса шайтан болып есептеледі. Және бұл қоғамда болып жатқан нәрсеге үндемеу, осы қоғамдағы жүйеге көмектескен болып есептеледі. Сондықтан Марат Жыланбаевқа бостандық, Марат Жыланбаевқа бостандық талап етеміз.